проходите. Сіздер келіп отырыңыздар, поближе садитесь. Бүгінгі күні қазіргі таңда 112 біздің ардагерлеріміз осында тұрып жатыр. Олардың барлығы жан-жақты қолдау, сүйеніш алуда. Өйткені біздің орталықтың қызметкерлері әлбетте бар жанын сала отырып үлкендерімізге жағдай жасауға тырысуда. Сол үшін де біз орталық қызметкерлеріне үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді қандай мереке, қандай қуаныш сыйлықсыз болады. Семьясында орын табылмай осында келіп отырған адамдар өмір сүріп жатыр. Өміріміз өте жақсы. Асханамыз 4 рет тамақ береді. Медбикелер жұмыс істеп жатады бізбенен. Және социальный работниктер, әлеуметтік қызметкерлері күнде келіп тұрады бізге. Мына көріп тұрған шығарсыз далада қандай өзгерістер болып жатқан бізде. Бәрі таза. Бәрі бізге қанибет. Біздің облыс әкімі міне екінші рет келеді бізге. Әрбір адамдар қызмет етіп жатқан спонсорлар келіп тұрады. Жақсы концерттер болып тұрады. Бізде өзіміздің қызметкерлер күнде бізбен кездесіп, бізбен сөйлесіп тұрады. Менің отанға деген, міне біздің ел қызметкерлеріне деген ризашылығым өте мол. Осындай біз деген далада қалғандай болып, қартайып отырған кезімізде, мынандай жерде ұстап отырып, бізді жақсылық қарап отырған ел азаматтарына өте ризашылығымды білдіремін. Жаңа Қазақстан деп айтып жатыр ғой, және ертең біз сайлауға міне барып дауыс береміз. Мына өзгерістер және аты өзгергені біздің бұрынғыдай емес құрылтай болғаны, менің өзім ұлтыма мен мақтаныш тұтам. Сондықтан міне ризашылықпен барып дауыс береміз.